Құрметті момындар, мынау 5 мезгілдің арасында кешірілетін күнәлар бар. Жұмадан жұмаға арасында кешірілетін күнәлар бар. Рамазанға кешірілетін күнәлар болып бөлінеді. Міне осы кіші бір қалып келген күнәлар болса, ауызашар беру арқылы сол күнәмізден толық айыратындығымызды Расулullah біздерге хабарын жеткізді. Құлна я Расулаллах, лайса күллу ма яжид ма юфтиру бихи сайм. Сөзі сахабалар, я Расулаллах, әрине сіз айтқандай сауапқа кенеліп күнәмізді арылғымыз келеді. Бірақ бай бағлардар секілді ауызашар беруге әркіміміздің шамамыз келмейді. Бірақ шамамыз келмейтінде біздер не істейміз? Мына қасиетті Рамазан айында бізде құр алақан сауаптан махрум қалуымыз келмейді деп пайғамбар алейхиссаламдан сахабалар сұрақ қойды. Пайғамбар алейхиссалам айтты: "Юхтиллаху хаза сауаб ман юфтиру сайман аля мазиқатил лабан ау шурбатил ма ау тамратан." Бір кесе сүтпен болса да ауызашар беріңіздер, немесе бір кесе сумен болса да, немесе бір құрмамен болса да адамдарға ауызашар беріңіздер, сауапты толық аласыздар деді. Өйткені Алла Тағала ниетіңізді көріп тұр, сіздің шамаңыз сол ғана болып тұр. Бірақ Құдайға шүкір тауба біздің еліміз, құрметті бауырлар, онда сүт беріп, су беріп, бір адамға бір құрма беретін деңгейде емес, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір тауба, қазір адамдар 100 адам, 70 адам, 80 адам деп, сонда есебін жинап, адамдар жиналып, бауырларымыз ауызашар беріп жатыр. ومن أشبع صائما كان له مغفرة لذنوبه وسقاه ربه من حوضه شربة لا يظمأ بعدها. Және сол ораза ұстап аш жүрген адамды тамақтандырғаны үшін Алла Тағаланың мағфиратына кенеліп күнәсінен айырылады да, және Алланың алдындағы хауз су ішу оған нәсіп етеді дейді. Хауз деген ол не десе, ла язма бa'даha абадан. Ол хауздан ішкен адам екінші мәрте шөлдемейтін сондай жағдайға түседі дейді. Біз шөлдейміз ғой, су ішеміз де шөліміз басылады. Бірнеше уақыттан кейін терлейміз, қайтадан шөлдейміз. Ал хауыздан ішкен адамды Расулullah айтады, екінші мәрте шөлдеу деген оның бойынан түсіп қалады. Алла нәсіп етсін баршамызға иншалла осы хауыздан ішуді. Хауыздан ішу үшін не істеу керек екен? Ауызашар беру керек екен. Және сол ауызашар берген адам, сол ауызашарға келген қаншама адамдардың олардың күні бойы істеген сауаптарына серіктеседі дейді. Және сол адамдардың да сауап кем қалмайды. Алла Тағала бұл кеңшілігі, ол рахметі солардың сауабында толық не істеуге алуға оларға нәсіп етеді.